Мысалы, кәмелет жасына толмаған Омар автокөлікті жоғары жылдамдықпен басқарып, Жаңақорған кенті Наурызбай көшесінің жар бағанасына соғып, қасындағы жолаушысы 15 жастағы Сайдалиев оқиға орнында қайтыс болды. Слайдтан көріп отырғандай, орын алған жол көлік оқиғалары Қызылорда қаласында, Жаңақорған, Қазалы, Сырдария, Арал аудандарында өсім алуда. Жол көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны Арал мен Жаңақорған аудандарында өсім алған. Әсіресе Жаңақорғанда 5-тен 13-ке дейін артқанын айрықша атап өткен жөн. 2024 жылы Жаңақорған ауданында профилактикалық жұмыстарға аудандық бюджеттен 29 миллион теңге бөлініп, олар бойынша кент ішіндегі бағдаршамдар мен жол белгілерін күтіп ұстау, жол белгілері мен жасанды жол кедергілері орнатылған. Нәтижесінде Жаңақорған кентінің ішінде жол көлік оқиғасы төмендегенмен, аудан аумағындағы тас жолдарына тиісінше назар аударылмау себебін жол көлік оқиғалары тыйылмауда. Нақты айтқанда, Жаңақорған ауданы Шалқия тас жолының бойында Игенбердің басқаруындағы УАЗ автокөлігімен жылдамдықты асырып, жаяу жүргінші өткелінен жүріп бара жатқан екі жаяу жүргіншіні қағып, салдарынан біреуі сол жерде көз жұмған. Бұл ретте тас жолдың бойына жылдамдық өлшегіш құралын немесе жасанды жол кедергілерін орнатуға шаралар қарастырылмаған. Уәкілетті органдар тарапынан жол қозғалысына қауіпті аймақтардың жай-күйіне, құрылымына, сондай-ақ алдын алу және жолын кесу бағытында талдау жұмыстары өз деңгейінде жүргізілмеуде.